Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен меренга рулетін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. 4 жұмыртқаны ақ уыз мен сары уызын ажыратып аламыз. Және де оған қантымызды қосып, әппақ боп көпіргенге шейін жақсылап миксермен араластырамыз. Bir шай қасық лимон шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. Bir ас қасық кукуруз крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Немесе картошка крахмалын қоссаңыз болады. Дайын болған кезде осылай төңкеріп көрсеңіз ақпау қажет. Противенімізді дайындап, осылай бір келкі етіп жағып шығамыз. Және де 150 градуста шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште пісіру қажет. Дайын болған қамырымызды кішкене суытып алған соң противенен түсіреміз. Өте ұқыппен жасау керек, сондай нәзік сіңіп кетуі мүмкін. Кремін жасау үшін бізге творожный сыр керек және сливки, қант ұнтағы қажет. Үшеуін жақсылап араластырып, крем жасап аламыз. Креміміз дайын болған соң бір келкі етіп жағып шығамыз. Ендігі кезекте біз рулетімізді ораймыз. Өте ұқыппен орау керек, сондай нәзік. Міне, рулетіміз дайын болып қалды. Енді әркім өз қалауынша сәндесе болады. Мен осылай сәндеп шықтым. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай керемет, нәзік, жұмсақ болып шығады. Ауызда ериді, прям ериді ғой. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.